жетіген аспабы, жетігеннің бір қарияның тарихын айтып берейін, жетігеннің қалай құрылғанын. Бір қарияның 7 баласы болыпты. 7 баласы болғаннан кейін сол жылы жұт болып, жаңағы бір баласы қайтыс болғанда, бір шек қойып, жаңағы баланың ойнаған асығын қояды екен. Екінші ұлы қайтыс болса, тағы жаңағы екінші шекті тағып, сол баланың ойнаған асығын қояды екен. Үшінші шекті, жаңағы үшінші баласы қайтыс болғанда қояды, асықты қояды. Сөйтіп, 7-еуі қайтыс болғаннан кейін, 7 шек қойылып, 7 асық қойылады. Сөйтіп, бұның атауы бірінші, жетігеннің атауы, жетігеннің 7-еуі деген екен. Кейін бұны қысқартып, жетіген деп атаған. Түсінікті болды ма баба? Жетіген әні.